Баршаға сәлем. Бүгін сіздермен Сара. Бүгін сіздермен осындай керемет профитроли жасайтын боламыз, яғни қайнатпалы қамыр. Өте дәмді әрі бір жасағаннан шығатын рецепт. Ендеше маған тіркеліп, лайк басып, қолдау көрсетіп отырыңыздар. Ал ендеше бірге жасайық. Ол үшін бізге қажетті болатын заттар: жұмыртқа, сары май, ұн және су. Алдымен отқа төзімді ыдысымызға суымызды құямыз да майымызды салып, жақсылап қозғап тұрамыз. Яғни майымыз толықтай еруі тиіс. Ал ендеше оған дейін біз ұнымызды електен өткізіп аламыз. Бұл міндетті, себебі біздің қамырымыздың жақсы көтеруіне тікелей ұнның електен өткізуіне байланысты болады. Барлық ұнымызды дәл осылай електен өткізіп дайындап аламыз. Міне осылай қайнай бастаған кезде отымыздың астын сөндіреміз де ұнымыздың барлығын бір рет салып жіберіп, жақсылап араластырып аламыз. Басында бірігуі қиын болуы мүмкін, бірақ та осылай әдемі болып араласып келеді. Ал осылай араластырып болғаннан соң оттың астын баяу отқа қойып, қайта араластыратын боламыз. Бізде артық суымыз толықтай кетуі тиіс. Міне шамамен 5 минуттай ұстағаннан кейін баяу отта осылай астында аппақ-аппақ боп жабыса бастайды. Демек, бұл кезде міне көрсетіп тұрмын, дайын деген сөз. Ал ендеше оттың астын өшіріп 5 минуттай суытуға қоямыз. Қолымыз күймейтіндей болғаннан соң ғана жұмыртқамызды бір-бірлеп салып қайта араластыратын боламыз. Басында осылай бірікпейді, қамырымызға жұмыртқамыз шашылып кете беретін болады. Алайда оған қарамастан қолымыздың күшін салып, жақсылап араластырамыз. Бұл кезде 4 жұмыртқа салынған. 4 жұмыртқада да бір-бірден салып осылай араластырып отыратын боламыз. Менің жұмыртқам кішкентай болды, жұмыртқаның көлеміне де байланысты. Негізі сіздерге толық мынанша жұмыртқа кетеді деп ешкім айта алмайды, себебі жұмыртқаларының көлемі әртүрлі. Сондықтан бір-бірлеп қосыңыздар. Бір жұмыртқаны алдыңыздарыңызға қойып қойсаңыздар болады. Себебі жұмыртқаларыңыз кішкентай болса, 5 жұмыртқа кетуі де мүмкін. Міне көріп тұрғандарыңыздай 4 жұмыртқаны салдым, алайда менің қамырым дайын болмады, жұмыртқасы аз болып қалды. Яғни менде кішкентай 4 жұмыртқа қолданған едім. Енді бір жұмыртқаны жарып, жақсылап араластырып аламын да, бір жұмыртқаның барлығын салмаймын, оның жартысын құйып көремін. Міне көріп тұрғандарыңыздай жартысын ғана салдым және де қайта араластырдым. Мен жартысын салған кезде қамырым әлі де дайын болмады. Сондықтан 5-ші жұмыртқамды толықтай салдым. Қалған жарты бөлігін де алып қойғанымды салып жібердім де қайта біркелкі болғанымша жақсылап араластырдым. Міне 5 жұмыртқамды салып араластырып болғаннан кейін менің қамырым осылай болды. Кішкене созылыңқы болып, кішкене ағыңқырап тұрады. Мен түсінікті болсын деп ұзағынан түсірдім. Ешқандай жерін қысқартпастан барынша түсінікті етіп түсіруге тырыстым. Ендігі кезекте дайын болған қамырымызды осылай кондитерский мешокқа салып аламыз. Салып болғаннан соң гүл тәріздес насадка қолдандым, ол кадр түспей қалыпты. Ал ендеше осылай пергамент қағазына жақсылап гүл тәрізді етіп, жасап, дөңгелектеп барлығын жайғастырып алатын боламыз.
Осылай толықтай жайғастырып болғаннан соң пешімізді қосып қоюды ұмытпаңыздар. 5 минут алдын қосыңыздар, қызып тұруы тиіс. Алдымен 210 градуста 5 минут пісіріп аламыз. Кейіннен градусын пәсейтіп 190 градуста 30-35 минуттай пісіретін боламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай пісіп шықты, асты оңай алынады, жабысып қалмайды. Енді толықтай суытамыз. Бөлме температурасында суығанша салқын кілегейімізді алып, оның үстіне сахарный пудрамызды салып, жақсы формасын ұстайтын крем жасап алатын боламыз. Ал достар, менің пайдалы болып жатқан болса, арнама жазылып, қолдау көрсетіп отырыңыздар. Сіздердің жазған пікірлеріңіз, қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Сондықтан арнама тіркеліп, лайк басып отырыңыздар. Алда менде пайдалы өте көптеген рецепттер болады. Міне көріп тұрғандарыңыздай, осылай креміміз дайын, өз формасын ұстайтын болады. Міне дайын кремдерімізді ендігі кезекте осылай кондитерский мешокқа жайғастырып алатын боламыз. Кондитерский мешокқа салған кезде алдын ала өзіңізге ыңғайлы кішкентай көлемдегі насадка салсаңыз болады. Алайда мен ондай насадка қолданбадым. Осылай пышақты кішкене ғана тесіп алып, астын үстіне дәл осылай құйып, жақсылап ішіне кремі толғанша құйып толтырып алдым. Сіздер де осылай жасай берсеңіздер болады. Өте керемет әрі дәмді болады. Міне дәл осылай барлық профитролилеріміздің ішіне кремін толтырып шығамыз. Міне бізде дайын профитролилеріміз, өздеріңіз қалағанша ұсынсаңыздар болады. Мен осылай бетіне безек үшін жай ғана қант ұнтағын, яғни сахарный пудраны шашып қойдым. Ол өздеріңіздің қалауларыңыз. Міне біздің керемет дәмді болып шығатын әрі бір жасағаннан шығатын рецепт. Қорқпай жасай берулеріңізге болады. Профитролилеріміз дайын. Ал бізге ас болсын. Сіздер арнама жазылып, қолдау көрсетіп отыруды ұмытпаңыздар. Және де сіздер алда менде қандай рецепттер күтесіздер, қандай рецепт түсірейін, оны өздеріңіз комментария бөліміне жазып, пікір ретінде қалдыруларыңызға болады. Кездескенше!